Адам бәрін керісінше жасайды, ересек болуға асығады. Кейін өткен балалық шағы туралы күрсінеді. Денсаулығын ақшаға жұмсап, денсаулығын жақсартуға бірден ақша жұмсайды. Ол шыдамсыздықпен болашақты ойлайтыны сонша, ол бүгінге немқұрайлы қарайды. Сондықтан оның бүгіні де, болашағы да жоқ. Өлмейтіндей өмір сүреді, өмір сүрмегендей өледі. Егер сіз сұлулықты көре алсаңыз, бұл сұлулықты өз бойыңызда алып жүргеніңіз үшін ғана. Өйткені әлем әркім өз бейнесін көретін айнасы бетті. Адамдар өмірінің кез келген уақытында армандаған нәрсені жасай алады. Сіз шынымен бір нәрсені қаласаңыз, бүкіл ғалам көмектеседі. Сонда сіздің тілегіңіз орындалады. Басқалардың қалай өмір сүруі керек екенін бәрі біледі, бірақ өз өмірін қалай дұрыс өткізу керектігін ешкім білмейді. Бір рет болған нәрсе енді қайталанбауы мүмкін, бірақ екі рет болған оқиға үшінші рет қайталанатыны сөзсіз. Адамдар киетін мұз масканың артында отты жүрек соғады. Артыңыздан бәрі бірдеңе дейді, ал сіздің көзіңізге не пайдалы болса соны айтады. Адамдар бірдеңені айту арқылы ешқашан ештеңе үйренбейді, оны өздері шешуі керек. Адасып кету қызықты нәрсені табудың ең жақсы жолы. Кейде сұрақ қоюдан гөрі үндемеу арқылы жауап алу оңайырақ. Артыңнан кім жүгіретінін көру үшін кейде жүгіруге тура келеді. Кейде сізді шынымен кім тыңдап жатқанын көру үшін жұмсақ сөйлеуге тура келеді. Кейде сенің жаныңда кім бар екенін көру үшін бір қадам артқа шегінуге тура келеді. Кейде бәрі бұзылған кезде жаныңда кім бар екенін көру үшін дұрыс емес шешім қабылдауға тура келеді. Арманның орындалуын мүмкін етпейтін бір ғана нәрсе бар, сәтсіздіктен қорқу. Біз өміріміздегі ең маңызды сөздерді үнсіз айтамыз. Кейде бір сәтке бәрін сол күйінде қалдырған дұрыс. Көзің қайда қараса да, еркін жел, жалғыз жұлдыз, дана күн мен үнсіз ай сияқты бол. Адамдар бәрін өзгерткісі келеді, және сонымен бірге бәрі бұрынғысынша қалғанын қалайды. Өзгеріс әрқашан қорқынышты, бірақ сіздің өміріңізді сіз үшін ешкім өзгертпейді. Сіз таңдауды түсінесіз, бірақ қорқынышқа қарамастан сіз алға жылжисыз. Бұл табысқа жетудің басты ережесі. Сіз ешқашан арманыңыздан бас тартпауыңыз керек. Тамақ денемізді тамақтандыратын сияқты, армандар да жанымызды тамақтандырады. Өмірде қанша рет апатқа ұшырап, үмітіміздің үзілгенін көрсек те, біз әлі де армандай беруіміз керек. Қазіргі уақытта адамдар өмірге деген қызығушылығын жоғалтты. Олар жалықпайды, жыламайды, тек уақыттың өтуін күтеді. Сондықтан бірдеңе үйреніңіз. Олар күрестен бас тартты, ал өмір олардан бас тартты. Бұл да сізге қауіп төндіреді. Әрекет етіңіз, батыл алға ұмтылыңыз, бірақ өмірден бас тартпаңыз. Сіз өмірді таза парақтан бастай аласыз, бірақ почеркіңізді өзгерту қиын. Соңына жеткенде адамдар оларды басында азаптаған өздерінің қорқыныштарына күледі. Егер сөзінің бар екенін ұмытыңыз. Бұл адамды әлсіретеді, оны басқа мүмкіндіктер туралы ойлауға мәжбүр етеді. Адамдарға түсіндіруге уақытыңызды жоғалтпаңыз. Олар естігісі келетін нәрсені ғана естиді. Егер қоштасуға батылдық жетсе, өмір сізге жаңа кездесу береді. Өзгеріс әрқашан қорқынышты, бірақ сіздің өміріңізді сіз үшін ешкім өзгертпейді. Сіз таңдауды түсінесіз, бірақ қорқынышқа қарамастан сіз алға жылжисыз. Бұл табысқа жетудің басты ережесі. Өмір әрқашан әрекет ету үшін қолайлы сәтті күтеді. Әрқашан айтатын нәрсе бар. Біз бұл сөздерге реакциядан қорқамыз. Біз күнде көрген нәрселерге соқыр болып қаламыз. Бірақ әр күн әртүрлі, әр күн ғажайып. Жалғыз сұрақ бұл кереметке назар аудару. Әр таң өмірді қайта бастауға мүмкіндік. Сіз кездесетін қиындықтардан аулақ болу, сіз өмір сүретін өмірден аулақ болу. Кейде сұрақ қоюдан гөрі үндемеу арқылы жауап алу оңайырақ. Сіз не ойлайтыныңызды айтып қана қоймай, айтқаныңызды да ойлауыңыз керек.
Жер бетінде өмір сүретін әрбір адамның оны күтіп тұрған өз қазынасы бар. Сіз үйренген не сізді қызықтыратын нәрсені таңдауыңыз керек. Адамдардың жоқ нәрсені ойлап табуы және біздің көз алдымызда болған нәрселерден ең пайдалы сабақ алмауы өте жиі кездеседі. Дүниедегі барлық нәрсе бір нәрсенің әртүрлі көріністері. Барлығы әрқашан жақсы аяқталады. Егер оның соңы жаман аяқталса, бұл әлі соңы емес. Сіз іздеген нәрсе сізді де іздейді. Ер адам әйелден үш нәрсені жасыруы керек. Оның күшіне сенуі үшін өзінің қорқынышын, оның даналығына сенуі үшін өзінің қателіктерін және оны жетістіктерімен таң қалдыру үшін өзінің армандарын. Әрқашан сезінгеніңізді айтыңыз және ойлағаныңызды жасаңыз. Тыныштық тағдырды бұзады. Мен барлық жауаптарды тапқаннан кейін барлық сұрақтар өзгерді. Сіз ешқашан арманыңыздан бас тартпауыңыз керек. Тамақ денемізді тамақтандыратын сияқты армандар жанымызды тамақтандырады. Өмірде қанша рет апатқа ұшырап, үмітіміздің үзілгенін көрсек те, біз әлі де армандай беруіміз керек. Үнемі өзін бақытсыз сезіну қол жетпес молшылық. Өмір кейде таң қаларлық сараң болуы мүмкін. Күндер, апталар, айлар, жылдар бойы адам бірде-бір жаңа сезім алмайды. Содан кейін ол есікті сәл ашады және оған бүкіл көшкін түседі. Бірақ өмірдің сыры 7 рет құлап 8 рет тұруда. Бір күн екіншісіне ұқсайтын болса, адамдар күн шыққаннан кейін олардың өмірінде болып жатқан жақсы нәрселерді байқамайды. Ең күшті махаббат әлсіздік көрсетуден қорықпайтын махаббат. Күту ауыр, ұмыту азап, бірақ не істерін білмеу азаптың ең ауыр түрі. Жауды білу және жоюдың ең жақсы жолы оның досы болу. Әр таң өмірді қайта бастауға мүмкіндік. Қорқыныш сөзсіз басталған жерде аяқталады. Жердегі адамның бүкіл өмірі осында жатыр. Екінші жартыны іздеу. Білімге, ақшаға, билікке еріп жүрмін бе? Бәрібір. Егер ол өзінің жан серігін таба алмаса, ол қол жеткізген кез келген мақсат толық болмайды. Өмірдің де, өлімнің де соңы жоқ. Олар тек мәңгіліктің кезеңдері. Басқа біреудің бізді бақытты етуіне мүмкіндік беру, оны да бақытты ету дегенді білдіреді. Өмір адамдардың ерік жігерін әртүрлі жолдармен сынап көреді. Ол не мүлдем болмайтынына көз жеткізеді, немесе ол сізді бірден және бір уақытта бәрін құлатады. Заттарды құнына емес, мағынасына қарай бағалаңыз. Өзгеріс біз үйренген нәрсеге қарсы шыққанда ғана болады.